Баршаңызға сәлем, есім Ербол Тәжібаев, Қарағанды қаласынан, жасым 33-те. Жалпы енді ең бірінші өнерге деген қадамым 10-11 жасынан басталған шығар. Ол кезде қалалық байқауларға қатысып, өзімді былай бір сынаған болатын. Әкемнің қолдауымен қазірде осындай үлкен жобаға да келіп қалдық. Менің бүгінгі орындайтын әнім Remember, Троя киносының саундтрекі, оны жазған атақты Джеймс Хорнер. Композитор одан да басқа Титаник, Аполлон 13, Аватар деген атақты киноларға саундтрек жазған. Ол кісінің өзінің карьерасында 2 Грэмми бар. Титаникқа жазған саундтрегінде Оскарға иеленген. Мұндай әнді Қазақстан дауысы жобасында айту керек деп ойлаймын. Бұл ән оған лайықты деп ойлаймын. Бұл ән өзіме де қатты ұнайды. Сол себепте бұл әнді барша күшін салып, барша көрермендерге жеткізуге тырысамын. Және де өзім таңдаған әніммен тәлімгерлерді қаратам деген ойдамын. Сіздерге тағы бір орында азайтатын адам сахнада. Деп ойламаймын. Вау! That keeps burning so brightly in the last light to fade into the rising sun. And with you, whenever you tell my story, for I'm all I've done. Remember, I will still be here as long as you hold me in your memory. If you listen, you hear me call across the sky. As long as I still can reach out and touch you, then I will never die. Dream
Төлеген ағаның өзі бұрылып алған ғой. Орындар азайып жатыр. Есімім Ербол Тәжібаев, Қарағанды қаласынан, жасым 33-те, Қазақконцерті солистімін. Айналайын, маған бұрылуға болмайды. Өйткені мен тобым уже жалпы толы, бірақ мен сіздің дауысыңыз ерекше ұнағаннан кейін аппарат маған бағынып кетті. Бұрып жіберді да, мен сізді міне толығымен көріп тыңдап шықтым. Көп рахмет баршаңызға. Суда жүрген балықтай кәдімгі өзіңнің мамандығыңда жүрген азамат екенсің. Тамаша. Керемет. Кәдімгі бір кино көргендей әсер болды, ә? Сіз бастан аяқ Ерболда көзіңізді жұмып қойып айттыңыз. Сіз хотя бы білесіз бе бірінші кім сізге бұрылған? Шыны керек, кім бірінші бұрылғанын байқамай қалдым жаңа. Мен бұрылдым бірінші. Ербол, мен бірінші бұрылдым, өйткені мен біріншіден сығалап қарадым. Біз бірге бұрылған жоқпыз ғой, үшеуміз бірге бұрылдық. Арасы секундта болған жоқ шығар, бірдей бастық үшеумізде жарысып. Бұларды кімнің бірінші бұрылғанына қарама. Керемет енді, сөз жоқ. Маржан апай! Тамаша әнші, сіз дайын тұрған жұлдыз әртіс, сондықтан да сізді өзімнің тобыма әрине шақырам. Өйткені менің ойымша мен сізге тәлімгер болуға лайықпын. Не деген қарапайымсыз. Жанар апай, мені күтіңіз, мен сіздің тобыңызға өтуге дайын. Ереке, бірден осылай 4 тәлімгер 1 секундта басып бұрылған бірде-бір қатысушы болған жоқ деп ойлаймын. Және бұрын үйтіп айтып едім, бірақ айтқым келіп отыр. Таласқым келіп отыр, саған кәдімгідей Ереке, менің тобыма кел. Менің тобымда сен сияқты дауыс өкінішке орай жетіспей тұрған сияқты. Дегенмен Қуандық Мырзаның тобында мықты әншілер өте көп. Ертең батылда дәстүрлі әнші таңдайды деп ойлаймын, менің ойымша. Ол жағында ойлап қой. Енді мен мына жерде сот ретінде отырмын, қадағалап дұрыс болсын деп, өзара төбелес қалмасын деп. Тәлімгердің қайсысын аласыз, сіз көресіз, бірақ мен сізге ұсыныс айтайын ба? Айтпай-ақ қойыңызшы. Айтпай-ақ қойыңыз. Маржан или Әттен маған өше келуін керек еді, мен қатырып продюсер болар едім өзіне. Таңда. Look here. Ой, Жанары. Бөгет жасамайық, ойлансын. Ештеңеге қарамай, Ереке, жүрегіңнің қалауын тыңда. Әрине, әлбетте. Рұқсат болса, енді бастапқы ойым осында келерде сол ойымнан таймай шешім қабылдап едім. Бірақ ол шешім өзгерді, кейін басқаша да өзгерді, бір әртүрлі енді өзгерістер болды, біраз ойландық. Енді қазіргі нақты ойым Кімді таңдайды? Жанар таңдайды. Қуандық. Мәссаған, Ербол, Қуандық. Қазір наручка Қуандық дейді ғой. Неге үйтіп жүрегімді алып? Шын айтыңызшы, мен болдым ба сіздің ойыңызда? Әрине аға, әрине. Міне, рахмет айналайын Ербол. Сізге рахмет аға. Құтты болсын, құтты болсын. Ереке кел. Сөз бірге жеңіске жетеміз деп ойлаймын. Керемет дауысын айналайын соны. Кереметсің айналайын. Құтты болсын. Керемет, Ербол. Сәттілік құтты болсын. Ренжідім сізге, қолыңызды алмайын. Кешіріңіз. Қалжың. Рахмет көп. Қуандық, құтты болсын. Ай, рахмет. Қуандық. Болды ғой. Жетет деші. Ал сіздерге тағы да бір орын азайды. Азайып жатыр орында. Маржан ханым, жақсы болды ғой, Қуандық Мырзада бірақ орын қалды. Иә. Екеміз оңаша қалып, асықпай таңдайық, иә? Асықпай шешеміз. Оңаша қалып шеш. Иә, оңаша қалып. Ер азаматтың арасында жалғыз гүл болып қалдыңыз. Қобалжу бар ма? Қобалжу бар. Толқу бар ма? Сахнаға шыққыңыз келе ма? Келеді. Дәл қазір дайынсыз ба? Шынды айтайын ба? Иә. Жоқ. Олай болса отыра тұрыңыз. Қайсар шығады? Қуандық деп жоспарлап келіп отыр. Мені күтіңіз. Ал, сәттілік. Сәттілік.